Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен жусайдан жасалатын чебурекидің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: жылы су, оның үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық уксус және 1 ас қасық сұйық май салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды через сито өткізіп, қамырымызды жақсылап араластыра отыра илейміз. Қамырымыз қатты болмауы қажет және өте жұмсақ болмауы қажет. Енді қамырымызды салафанға салып 20 минутқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Жұмыртқамызды майдалап тураймыз. Дәл видеодағыдай турасаңыздар болады, болмаса үккіштен өткізсеңіздер болады. Жусайымызды да тура солай майдалап турап, екеуін араластыра отырамыз. Оның үстіне қара бұрышымызды, тұзымызды және де 1 шай қасық сұйық майымызды қоссақ болады. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, жұқа етіп жайып, 1 шай қасық начинкамызды салып, чебурекидің формасын шанышқымен жасап келтіретін боламыз. Қызып тұрған майда чебурекиімізді қуырып аламыз. Біздің чебуректеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менімен бірге болыңыздар.